Наконец-то Жанель келді, күтіп алуға кетіп тұрмын. Қатты уайымдап тұрмын, достар. Поддержка керек маған. Жаман саған қолым бар ғой. Сорты сарасынан мұң бояу іздедім жоқтың жағасынан іздеп көздедім жансыз қаласынан үміт үзілсе де уақыт сарасынан үзілген жоғыма. Çok ay. İşte. Jahan, açık mısınız bey? Жанель, сен кеше Қазақстаннан шығып жатқан кезде Нұрлан аға екеуміз түсірген видеомызды көрдің бе? Иә. Сол, короче. Ақшам жоқ па не? Иә. Ренжімесің бе? Просто придется енді жаяу жүруге, біреулердің балық аулағанын қарауға. Главное, мы же вместе. Ха, при чем тут ақша? Ең бастысы біргеміз болды. Бірге қыдырамыз. Екеумізде сезім, екеумізде сенім, саған мені ғашық қылған сенің көзің, сенің. Не айтамыз енді Жахан қазір? Хабарласма өзі. Келеді ғой енді. Айтып тастайық. Сен бізге ұнамайсың деп. Несін жасырамыз? Я неге екеуміз біреуміз таңдау керек екен, конечно. Вообще түсінбеймін. Айтты. Қалайсыңдар? Че там, қыздар, ойландыңдар ма? Маған конкретно жауап керек. Жахан, Жанеля, мен айтайын. Жахан, мен әлі жаспын, әдемімін. 6 секунд жігіт таба аламын. Сондықтан лично сен маған ұнамайсың. Сен не айтасың, Жанель? Мен саған иә деймін. Жанеля, келістік қой екеуміз. Әйгерім, сен жассың, әдемісің, өзің айтып тұрсың ғой 6 секунд. Мен жасым болса 30-дан асты деп что кешір. Неге кесірсіңдер? Достар, негізі бойдақ болған өте керемет. Мысалға, дәл қазір мен далаға шығып батырмын. Машинамен жүріп кетейін деп ішкісіп кетті. Бойдақ қыздар болатын болса, смело маған хабарласыңыздар, давайте бірге қыдырайық. Поехали! Бұл видеоны специально Жанель үшін жазып отырмын. Жанель, мен конкретно бар ғой, сен менің вкусымды емессің, тағы да айтайын. Сен маған ұнамайсың. Так что дым өзінше болмай-ақ қой. Мен лично басқаны жақсы көрем. Басқа адам, мен сүйіктім бар, мені жақсы көретін. Кіммен сөйлесіп отырсың, не? Мусор тегіп келейін, да?